Сәлем, сіздермен жол болғыш. Бұл менің 2025 жылы оқылған екінші кітабым Дженни Колган «Шоколадная лавка в Париже». Бастаймыз. Бұл кітап менің қолымда бар. Өте сирек жағдай, өйткені қазіргі таңда мен көп кітаптарды онлайн немесе кітапханада оқимын. Ал бұл менің досымның кітабы болғандықтан, және сол досымның кеңесі бойынша оқыған кітап болғандықтан, бұл кітапты мен қолымда көріп тұрсыздар. Түр айтып тұрған шығар, қараңыздар, осындай күлгін, бір алтын, осындай жарқын, әдемі бір қыздың суреті бар. Қайтадан шоколадқа байланысты кітап десе болады, өйткені мен өмірімде оқып жатқан шоколадқа байланысты екінші кітап. Және басты ойларымды міндетті түрде жазып қойдым. Сондықтан бір қолымда кітап, бір қолымда блокнот. Сөйтіп, бұл кітаптан түйген ойларымды жалпы маған несіме ұнады деген сияқты сұрақтарға жауап бергім келіп тұр. Яғни бұл роман. Романдарды мен негізі сирек оқимын, өйткені бұл жанрдағы кітаптар онша маған қатты қызықты емес, бірақ кейде оқып тұруға болады, неге оқымасқа деген сияқты. Сондықтан бұл кітап туралы айтатын болсам, басында бізде көтерілетін тақырыптар махаббатқа байланысты, және де ең басты бұл жерде бізде бір конфликт, ол ата-ана мен баланың арасында конфликт. Соның шешу жолдары, жалпы кітап оқыған кезде көресің, сол конфликттардың бір ойға сыймайтын нәрседен пайда болатын, және соның кесірінен бір ұзақ мерзім бойы ата-анасы мен балалар сөйлеспей кетеді. Ол өте әрине өкінішті, бірақ кітап арқылы біз бір ой түйетін болсақ, ондай конфликттер болмас үшін жалпы адамдар бір-бірімен бір қарым-қатынаста, яғни сөйлесу керек, бір коммуникация болу керек. Ал ата-ана мен баланың арасында конфликт болмау үшін дәл сондай бір кеңес, ол жай ғана сөйлесу деп ойлаймын. Қанша кітап оқыған кезде бүкіл конфликт ата-ана мен баласы сөйлеспейді, немесе бір-бірін тыңдамайды, соның кесірінен пайда болатынын көруге болады. Келесі бізде ол жүрегіңді тыңдау. Яғни негізі қанша кітап оқысақ та, көп кітаптарда жүректі тыңдау туралы айтылған, сондықтан ол андай бір жаңа кеңес емес, біз естіп келе жатқан, кітап оқитындар білет. Қанша кітапты оқысан да, басты кейіпкерлер әрқашан соңына келгенде бір жүрегін тыңдаған кезде ғана дұрыс таңдау жасайды, және дұрыс таңдауды олар бұрында жасай алатын еді, егер жүрегін тыңдаса деген сияқты ойлар қалыптасады. Келесі бізде ол бір дар, яғни талант туралы. Өйткені кейбір адамдарда, мысалы, кейбір адамдар дарынды, еңбек бәрін жеңбек деген секілді, тіпті дарыны жоқ адам болса да, ол бір еңбекқорлығының арқасында сол дарынды адам деңгейіне жету мүмкін. Және ол ақиқат десе болады. Өйткені өмірде де мен өзімнің көзім жетті, оған сіздердің білмеймін қалай, бірақ көзім жеткен кезде мен қаншама кітап оқып келе жатырған кезде кітаптарда әрқашан еңбекқорлығы жоғары деңгейдегі адам дарынды адамның қасына жетеді, тіпті ол адамнан асып кетуі мүмкін. Өйткені дарынды адам өзінің дарынды екенін қадірлемейді, қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, өзінің дарынды екенін білмейді, немесе сол дарынды екенін біле тұра қадірлемейді. Ал еңбекқорлығы бар адам сол еңбегінің арқасында бір жетістікке жетеді. Өйткені ол өзін дарынды емеспін деп санайды, бірақ мен ойымша еңбекқорлығы мол адам сол еңбектенудің өзі, еңбектену бір үшін бір навык ретінде, сол навыктың бар болуы, ол да бір дарындылықтың бір түрі деп санаймын мен. Сондықтан, егер бір салада мен дарынды емеспін, мен қолымнан келмейді деп ойласаңыздар, онда ешқашан мұңаймаңыздар. Жай ғана еңбек бәрін жеңбек дегендей, еңбектің арқасында сіз сол дарынды адам деңгейінде, тіпті ол адам деңгейінен де асып кете аласыз. Бірақ ең бастысы бізде басқа адамдармен емес, өзіңізбен өзіңіз жарысқаныңыз жөн. Келесі бізде Париж, шетел. Яғни бұл кітаптың аты айтып тұр, «Шоколадная лавка в Париже». Яғни бүкіл бізде кітапта жазылған оқиғалар Парижде болып жатыр, Францияда. Ол дегеніміз бәрі білетін шығар. Осындай бір андай стереотип па, әлде шынымен де солай ма, шетелдіктер негізі өмірден ләззат алып, рахаттанып өмір сүруді біледі дейді.
және бұл кітапта ол жақсы көрсетілген. Олар тамақтан, күнделікті өмірінен, жалпы істеп жатқан іс-әрекеттерінен бір ләззат алады. Әрине конфликт анау-мынауға қарамасақ деген сияқты. Сондықтан сол да бір өзіме еске салатын жайт болды. Өйткені шыны керек осы шетелдіктерден сол жағын үйрену керек. Яғни күнделікті өмірден ләззат алып, олар жеген тамағынан ләззат алады, көшеден, жүргеннен, бір жай ғана бүкіл өмірдің бір кішкентай детальдарынан барлығынан ләззат алып рахаттан өмір сүруге тырысады. Соны бір өзімізге еске салып кететін кітаптардың бірі. Сондықтан сол тұрғыдан жақсы еске салуға, өмірден ләззат алуды үйреніңіздер деген сияқты еске салатын кітаптардың бірі. Соңғы ойым ол қайтадан тамаққа көңіл бөлу дейді. Өйткені шоколадный лавка Парижі болғандықтан бұл жерде бізде шоколадқа байланысты басында жалпылама кейіпкерлер туралы айтып кететін болсам, онда сол шоколадный лавкада, яғни жұмыс істейтін адамдар туралы, олардың бастық дегенде енді бастығы шығар, басты шеф-повар туралы, оның жұмысшылар туралы, оның тарихы туралы, қалай ол өзінің арманына жету жолында ешқандай кедергіге қарамастан осындай Париждегі ең танымал шоколад сататын дүкенді ашты, және оның бір бөлек техникалары бар деген сияқты. Және ең қызығы бұл кітапта соңғы беттерінде бір осындай шағын рецепттер бар. Шоколадқа байланысты бір торт, пирог, тіпті ыстық шоколад қалай дайындауға болады деген сияқты. Сондықтан кітап жалпылама осындай. Жаңа басында оқып кеткендей, басқа бір авторлар, адамдар өздерінің ойларын кітаптың сыртына жазып кетеді. Сол кезде бір жайлы, бір махаббат туралы, осындай бір сүйкімді кітаптардың бірі десе болады. Осымен болды. Бұл видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.